Қазіргі таңда нарықта ең көп табыс табатын 5 мамандықты атап өтемін. Біріншісі, көпшілік алдында сөйлей алатын. Екіншісі, IT саласы. Үшіншісі, шет тілін білетін адамдар. Төртіншісі, копирайтерлар. Бесіншісі, ұйымдастыру ісімен айналысатын мамандар. Осының ішінде неліктен көпшілік алдында сөйлей алатын адамдар ең көп ақша табады? Себебі ол кісілер өзінің бизнес идеясын және де бизнес жоспарын басқаларға айта алады. Өзінің командасын соған сендіре алады және де артынан команда ертіп алып жүре алады. Бұл жерде сізге нағыз оратор бол деген сөз емес. Бұл кез келген салада өзінің саласында оратор болған адамдар, оратор бола білетін адамдар. Неліктен ораторлар, яғни көптің алдында сөйлей алатын адамдар 2 есе, 3 есе көп табыс табады? Ең біріншісі, сөйлей білу саған абырой алып келеді. Былайша айтқанда авторитет. Жай ғана бір компанияда жұмыс жасайтын адамдардың арасынан мысал келтірейін. Кімді семинарға жібереді, кімді презентация қорғауға жібереді, кімге жоғары қарай өсуге мүмкіндік көп болады, емін-еркін сөйлеп, сол өзінің продукциясын басқаларға айта алатын, сата алатын, жеткізе алатын адамдарға есік ашық болады. Одан кейін екіншісі, сен ойлау қабілетің ерекше. Яғни дебатерларды алайықшы. Дебатпен айналысатын кісілердің жауап беру жылдамдығы өте тез, ойлау қабілеті өте жылдам. Себебі ол кісілер дебат ойнағанда 1 минут уақыт қана беріледі. Сол 1 минут уақыттың ішінде ол кісілер жауап беріп үйрену керек. Яғни соған қалыптасқан. Сондықтан да оратор адамның, сөйлей алатын адамның ойлау қабілеті 10 есе жылдамырақ жұмыс жасайды. Одан кейін үшіншісі ол саған сенімділік береді. Сен сөйлей алатын болғаннан кейін, сен өзіңнің сенімді адам екеніңді айта аласың. Ал сенімді адам үнемі артынан адамдарды ертіп жүре алады. Яғни басқаларға әсер ете алады. Одан кейін төртіншісі бұл сату мамандарына өте қажет. Яғни әрбір оратор ол кісі сату маманымын деп есептей алады. Неліктен? Себебі ол кісілер жылдам, тапқыр қарсылыққа жауап бере алады. Орысша айтқан кезде возраженияны жаба алады. Соңғысы, бұл нағыз лидерларға керекті қабілет. Сен лидерсің ба, сен ораторсың. Артыңнан адам ерте жүру үшін сен оларға өзіңнің идеяңды, ойыңды сата алуың керек. Міне, осы қабілеттердің барлығы оратордың бойынан табылады. Сол себепті де қазіргі таңда нарықта емін-еркін сөйлейтін, ойын анық жеткізетін адам қажет. Осы 5 мамандықтың біреуін игеру ол сіздің өзіңіздің қолыңызда. Табысты болыңыз және де жұмысыңыз жемісті болсын.